ертеде Қаратаудың ойында, Қарасудың бойында Қазанғап деген бір кедей болыпты. Қазанғап құс атып, балық аулап күн көреді екен, әйелі ау тоқып, жамау жамайды екен. Осылай өз күндерін өздері көріп жүре беріпті. Күндерде бір күні Қазанғаптың әйелі босаныпты, торсық жеке аппақ ұл туыпты. Ата-анасы қуанып төбелері көкке жетіпті, баласына Кендебай деп ат қойыпты. Кендебай ай сайын емес, күн сайын өсіпті, 6 күнде күліпті, 60 күнде жүріпті, 6 жылда алып жігіт болыпты. Кендебай өсе келе әкесі жәрдемдесіпті. Құралайды көзге атқан мерген болыпты. Бір күні Кендебай аң аулап жүріп, Қаратаудың ойында терең құздың бойында арыстандай көкжал бір буаз биені жаңа ғана жарып жегелі жатыр екен. Кендебай жүгіріп барып көкжалды құйрығынан ұстай алып, бұлғап-бұлғап лақтырып кеп жіберіпті. Қасқыр арс етіп аузын қисаңдатып өліпті де қалыпты. Кендебай қасқырдың терісін сойып алып биенің қасына келсе, бие жанталасып өлгелі жатыр екен. Кендебай алмас қанжарымен биенің қарнын жарып жіберіп құлынын суырып алыпты. Құлынды үйіне алып қайтыпты. Оны құланның сүтімен асырапты. Құлын сағат сайын емес, минут сайын өсіпті. 6 айдың ішінде 6 кез ат болып шығыпты. Кендебай аң аулап ер аларып жүре беріпті. Ол мейлінше қайырымды болыпты, жылағанды жұбатыпты, қысылғанға жәрдем беріпті. Күндерде бір күні Кендебай аң аулап алысқа ұзап кетіпті. Кетіп бара жатып қозы бағып жүрген бір балаға кездесіпті. Бала еңіреп жылап жүр. Баланың еліне жау шауыпты. Жау баланың ата-анасын құлдыққа алып кеткен екен. Бала сондықтан жылап отырды, ал Кендебай оған көмектеспекші болды. Осылайша Кендебай баланың ата-анасын құлдыққа алған елге барып, айласын іске асырып, баланың ата-анасын құтқарып алады. Баланың әкесінің аты Мерген бай екен.